Баукеспе келіншектің тағдыры 2 бөлім. Отырғандар гуілдеп, әлгіндегі тым-тырыс тыныштық енді араның ұясына ұқсап кетті. Басу қайтар ауылымыздың қариясы Малдыбай атамыздың өзі аппақ сақалын салалап үнсіз отыр. Алысқа қадалып әлденені күтетін секілді. Қалдығыз басын қайта көтеріп, қолмен істегенді мойынмен көтеру шарт екен. 3 жыл түрмеде отырып, көп нәрсені ұқтым. Аға, аман болсам биелеріңіздің құнын қайтарамын, деп Тәліпке көзінің қиығын салып еді анау. Биең де өзің де құры. Әй ағайын, Баукеспе ұрыны өзіміз қолдап құшағымызға алғанымыз қалай? Тұқымы құрсын, бұл бәледен құтылу керек, кетсін, қарасын өшірсін, деп Тәліп қайтадан өршіп бара жатыр еді атамыз. Әй Тәліп, сабыр сақта. Мал ашуы, жан ашуы деп өскен қазақпыз. Сенікі де орынды. Бірақ алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген де бар ғой. Қалдығыз балам бәріміздің алдымызда ағынан жарылып басын иіп кешірім сұрап тұр. Бұлай істеудің өзі де ерлік. Ер азамат істейтін істі әйел басымен Қалдығыз істепті. Оған итермелеген де бір себеп бар шығар. Қайта соны білейік. Кетсін дейсің. 90-ымыз жиылып, тоқты жыққан батырмыз демекші, бүкіл ауыл болып жиналып, салып берген Құрқылтайдың ұясындай үйді міндет қылғанымыз бізге сын. Сырт естіген елден ұят. Ондай сөзді енді айтушы болма, деді. Қайтадан тыныштық орнады. Тек Тәліп қана терісіне симай қозғалақтап, танауының астынан әлденені міңгірлеп жанындағыларға айтып отыр. Қалдығыз, балам, отыра ғой. Әлі айтатының болса отырып айта бер. Түрегеп тұрып, қол сермеп сөйлейтін сен Ленин емессің, деп еді. Көпшілік ду күлді. Тек қана Қалдығыз күлген жоқ. Ол бір езуімен ғана жымиды да, оны да тез жиып алды. Ата, рахмет. Мен әлгінде айттым ғой, сіздердің алдарыңызда ағымнан жарылайын, өткен өмірім жайлы қысқаша баяндайын. Өзім қорлық көріп, қиянат көріп жүріп, талай адамға қиянат жасадым. Ата, олай істеуіме өзіңіз айтқандай әр түрлі жағдай себеп болды. Тыңдайтын болсаңыздар айтайын, деді. Айта бер, қалайша және неліктен қарақшы болдың, соны айт. Қанша жанды зар жылаттың, деген дауыстар естілді жан-жақтан. Тіпті біреулер, ұры қатынды соншалықты қолпаштағандарың қалай, десіп те жатты. Әй, қоя тұрыңдар, айтсын, шынын айтқан адамнан айналсаңдаршы, дескен біраз адам бір жақтан шулап шықты. Ту, шулап кеттіңдер ғой, сөйлесін де. Не деуші еді, ақталады да, шибөріші шуламай тыйылыңдар түге. Әлден уақытта шулаған жұрт бірте-бірте сабасына түсті. Қалдығыз отын үшін әкелінген бір томардың үстіне шоқиып отырды. Өзгелерден шамалы биікте отырсам, даусым бәріне жететін шығар деп ойласа керек. Жан-жағына ақырын бұрылып қарады да, мен жетім балалар үйінде өскенмін. Әкемнің, шешемнің кім екенін білмеймін, деп бастап қайтадан үнсіз қалды. Бәріміз үнсізбіз, тым-тырыс тыныштық. Бір күні детдомға келген кейбіреулер мені асырап алатын болды. Есім кіріп қалған кез, мектепке барайын деп жүргенмін, бәрін білемін. Бір әйел мен еркек мені детдомнан алып кетті. Олар қойшекен, әйелі құрсақ көтермеген, оны кейін білдім ғой. Соларға қыз болып шыға келдім. 8-ші оқып жүргенімде шешем қайтыс болды. Үйде шоқиып әкем екеуміз қалдық. Әкем әйелі дүниеден өткен соң мал бағуды тастап орталықта қарауылдыққа жұмысқа кірісті. Мамамның жылын өткізген соң әкем күйеуімен ажырасқан бір баласы бар әйелді үйге алып келді. Бірақ ол әйел екеуміз тіл табыса алмай, қайта-қайта сөзге ілінісіп қала бердік. Сөйтіп жүргенде ол ұл туды. Мен мектепті бітірдім. Әкемнің есіл-дерті құндақтағы балаға ауып, соның асты-үстіне түсіп, мені мүлдем ұмытты. Жоғарғы оқу орнына барайын деп ойлаған едім. Әкем қолының қысқалығын айтып жібермей қойды. Ауылда жұмыс жоқ, үйге сыймаймын. Үйдің күйбең-күйбең тіршілігімен жүре берер едім. Оған өгей шешеммен сыйыспаймын. Жұмыс іздеп қалаға кететін болдым. Оған әкем қарсылық білдірмеді.
Оның көзқарасына қарап түсінгенім, ол менен құтылғана қуанбаса өкінбейтін секілді. Сөйтіп киім-кешегімді бір дорбаға салып жолға шықтым. Автобус аялдамасына келіп тұрғанмын. Жаныма бір көнелеу москвич келіп тоқтай қалды. Ішінде екі жігіт отыр. Біреуін таныдым. Жақында әскерден келген Садырбай деген жігіт. Ол дүкенге барғанымда бір-екі рет жолығып қалып, қалжыңдап жібермей біраз әурелеген болатын. Сол Садырбай машинадан түсіп, қолын созып амандасты да, «Иә, жол болсын» деді. «Қалаға бара жатырмын» деп едім. Ол «Жай шама» деп жымиды. «Сонда жұмыс істеймін. Ауылда біз алданатын ештеңе жоқ». «Охо, енді көлеңкемді де көрсетпеймін десейші» деп қарқылдай күлсін келіп. Күліп болды да, «Біз де қалаға бара жатырмыз. Машинаға отыр, ала кетейік» деді. Ойымда ештеңке жоқ. Машинаға міндім. Ауылдан шыға бере олар кілт бұрылды да кері қайтты. «Әй, қайда барамыз?» деп едім. Шопыр жігіт: «Машинаның құжаттарын ұмытып кетіппін. Жолда майы қызметкерлері тоқтаса жүргізбейді ғой» деді. Ауылдың екінші шетіне шықтық. Олардың үйлері қайда екенін болса да білмеймін ғой. Бір үйдің алдына келіп тоқтады. Шопыр машинадан түсті де үйге қарай жүгіріп кіріп кетті. Сәлден соң үй жақтан екі әйел шықты. Олар машина жанына келіп, мен отырған артқы есікті ашты да, біреуі менің бетіме үңіліп, «Ой, айналайын, кәне түсе ғой» деп білегімнен ұстады. Мен түкке түсінбеймін. Садырбайға қарадым. Ол ыржиып: «Қалдығыз, айып етпе, сен енді біздің үйге келін болып түстің» деген кезде жүрегім су ете қалды. Не дейсің? Мен саған сөз берген жоқпын. Оны айтасың, сені жөнді танымаймын да ғой. Бұл деген қорлық, дедім жылап. Не керек, жылатып еңіретіп, басыма ақ жаулық салып, сүйрелеп үйге кіргізді ғой. Сөйтіп ойламаған жерден келін атанып күйеуге шықтым. Садырбай беташар тойдан бастап ішумен болды. Құтты болсын деп достары келеді, ағайын туыстары келеді. Садырбай солармен қосылып арақты сілтейді. Көп ұзамай тойымыз өтті. Тойдан соң ата-енем 3 бөлмелі времянка сатып әперіп, бізді бөлек шығарды. Бөлек тұрғанымыз жаман болды. Күнімізді көре алмайтын болдық. Садырбай жұмыс істемейді. Мен болса да жұмыссыз үйдемін. Қайдан табатынын қайдам, күйеуімнің аузы арақтан құрғамайды. Күніге аузынан арақ иісі мүңкіп келеді де, «Қатын, давай тамақ бер» дейді. Үйде тіске басар ештеңе жоқ болса, мен қандай ас әзірлеймін? Байыңа ас әзірлемейтін сен қандай қатынсың? Өй әкеңнің, деп мені сабайтынды шығарды. Мен қашып барып ата-енеме тығыламын. Бұл кезде аяғым ауырлап, ішім томпайып қалған. Қашанғы кемпір шалдың алдына барып, телміріп шайған сұрай бересің. Амал жоқ, біреуге жалданып жұмыс істейін деп ойладым. Оны да таптым ақыры. Тезек қақтайтын болдым. Сиырдың, қойдың малағынға суға шалып, аяғыммен езіп бір күн бұқтырып қоямын да, келесі күні барып тезек домалатқан қара қоңызға ұқсап иеленген малақты жұмбастап алып шетке шығарамын. Сосын шапақтап, табананға ұқсатып, жалпайтып тастай беремін. Кешке үй иесі қақтаған тезегімді санайды. Әр данасына 1 теңгеден ақшамды санап аламын. Осылай ала жаздай ауылдың тезегін қақтап күн көрдім. Тапқан табысымның біразын Садырбай құлқынына жіберді. Дүкенге беремін. Кейін білдім ғой, ол дүкенге барып әйелімнің атына жазып қой деп талай шөлмектің басына су құйыпты. Айдың соңында дүкенші келіп маған дікеңдейді. «Қарызыңды қайтар» дейді. Амал жоқ, мен төлеймін. Күн суытып қара күз болған. Тезек қақтауға су салқын. Тартыншақтап жұмысқа құлқым болмаса да, өзімді өзім зорлап 20-30 тезек шығарып қойған кезде ішім бүріп ауырып мықшиып отыра қалдым. Ішіме жел қарысқан шығар деп ойладым. Бойымды жаза алмай бүрісіп отырғанымда үй иесі әйел мені көріп шошып кетті. «Әй сорлы, саған не болды?» деп сұрады ол. «Ішім бүріп әкетіп барады» деп едім. Анау «Әй, бұл толғақ қой» деп қолтығымнан демеп үйіне қарай жетеледі. «Апай, мен үйге қайтайын» дедім. «Мына түріңмен үйіңге жете алмайсың, шыдай тұр, мен қазір» деп үйіне жүгіріп кіріп кетті. Сөйтсем жедел жәрдем шақырған екен ғой.
перзентханадан бір-ақ шықтым. Сол күні кешке қарай ұл тудым. Садырбай сотталып кетті. Менің босанғанымды Садырбай 3 күннен кейін естіпті. Естіп, баласын жуып, мені енем үйіне алып барған соң 2 күннен кейін келді. Баласының бетіне үңіліп қараған да жоқ. Апа, немереңізді жумайсыз ба деп шешесінің шыж-быж болғанына қарамай, бір шөлмек арақтың ақшасын тартып алғандай алып кетті. Содан кейін қайда жүргені белгісіз. Ертеңіне кешке қарай тәлтіректеп үйге әрең келді. Ертеңіне әкесі мен шешесі оған әбден ұрысты. Мені бір шіріген жұмыртқа санап отырсыңдар ғой, иә? Мен-ақ сендерге күйік болды ма осы? Қой, қарамды өшірейін, деген ол үйден шығып кеткен. Содан үйге жоламайтын болды. Арада бір жеті өткенде енеме, апа, балаңыз қайда жүр, іздемейсіздер ме, деп едім. Ол кісі, баламай, оның өзі айтты ғой, ол бір шіріген жұмыртқа болды. Іздеп не істейміз? Барған жүрген жері белгілі, сол жерде атауын ішіп жатқан көрінеді, деді. Қай жерде жатыр, деп сұрадым ештеңкеге түсінбей. Қап, сен де қылқылдап қоймадың ғой, бәрібір естисің. Бөтен біреуден естігенше менің өз аузымнан естігенің дұрыс болар. Садырбайды біреулер дуалап тастаған. Ол қазір бір орыс қатынның үйінде жүр. Ол қатын да жап-жас болып, ішкілікке беріліп кеткен көрінеді. Балықшы балықшыны алыстан таниды демекші. Екі пиянкеш бір-бірін таба қойғанын қарасайшы. Саған айтар кінәм жоқ, қарағым. Ал біздің баланың миын арақ кептіріп жіберген. Енді өз еркің. Осында жүре беремін десең өзің біл. Құйтақандай мына құлыным екеуің қайда барасыңдар? Ішіме сыйған бала сыртыма да сыяды, дейтін әке-шешең болса да жоқ, дейді. Расында да менің барар жер басар тауым жоқ еді. Кішкентайым үшін не келін емес, не жесір емес, Садырбайдың әке-шешесінің үйінде жүре бердім. Баламды қырқыннан шығарайын деп, енем 40 қасық суын құйып отырғанда суық хабар жетті. Садырбай көңілдес орыс қатынын өлтіріп қойыпты. Суық хабарды естіген енем шалқасынан түсіп талып қалды. Қырқынан шығарылмаған бала бір шетте қалды. Арада 6 ай өткенде Садырбай 15 жылға кесіліп сотталып кетті.